Байқауда ұмыт бола бастаған ақын, жыршы, термешілердің мұрасы жаңғыртылып, мыңжылдығын болжаған Мөңкебей және әнші композитор Сары Батағұлы мен суырып салма ақын Саршолақ Шайыр Боранбайұлының шығармалары кеңінен насихатталды. Сайыс арқылы ұлттық өнерімізді өскелең ұрпақтың бойына сіңіріп, жастардың рухани дүниетанымын кеңейту мақсат етілген. Шараның салтанатты түрде ашылуында аудан әкімінің орынбасары Сұлтан Жұманов сөз сөйлеп, аймақтық жыр сайысын өткізудің маңыздылығына тоқталды. Мөңкебей өз дәуірінде ел бірлігі мен ынтымағын өткен, келешекке көз жүгірткен көрікпен тұлға. Оның даналық сөздері мен терең ойлары ғасырлар өтсе де мәнін жойған жоқ. Бүгінгі жастарымыздың сол асыл мұрамен сусындауы рухани сабақтастықтың жалғасы, елдіктің белгісі. Дала дастаны байқауы өнер мен өсиеттің тоғысқан айшықты алаңы. Бұл сахнада халқымыздың тарихы, тағдыры, ұлттық болмысы жырмен өріліп, термемен төгіледі. Терме елдік рухтың үні, бабалардан қалған аманат. Додаға келі өнерді насихаттап, жыр мен терме дәстүрін ел арасында дәріптеп жүрген 15 пен 35 жас аралығындағы 10 өнерпаз қатысты. Байқау шарты бойынша қатысушылар Мөңкебейдің немесе Сары Батағұлы мен Саршолақ Боранбайұлының бір-бір шығармасын және өз қалауларымен батырлар жырынан 10 минут үзінді орындап шеберліктерін ортаға салды. Бір тоғайға қоныңыз, қарындаспен туғанмен, бір туғандай болыңыз, өзіне кеңес салғанның өрісі кеңес болмас па? Қазылар алқасының мүшелері термешілерді жергілікті мақам ерекшелігі, ұлттық киім үлгісі және сахна мәдениетінің игеру деңгейі бойынша бағалады. Байқау сәтті өтті. Мөңкебей атамыздың 350 жылдығына орай және Шалқар өңірінен шыққан халық композиторларының шығармаларын орындауда бүгін байқау өтті. Байқау өте керемет, жақсы деңгейде өтті. Мәдениет басшылығына және мәдениет үйінің басшылығына рахмет айтамыз. Әр ауданнан, қаладан көптеген қатысушылар келді. Әркім өз деңгейінде жыр термелерін орындап, өнерін көрсетті. Өнер жарысының қорытындысына сәйкес бас жүлдеге Құбдалық термеші Ақниет Ордабай ие болды. Бірінші орында Темір ауданының өнерпазы алды. Екінші орынға Ақырымтау ауданының үмітін арқалап келген Айым Гелманова мен ақтөбелік Амина Қалибек лайықты деп танылды. Үшінші орынды Алға ауданының термешісі мен шалқарлық Жөнерке Қуандық өзара бөлісті. Барлық жүлдегерлерге диплом мен ақшалай сыйлық табыс етілді. Эльмира Көшекбай, Ақтөбе телеарнасы.